Отбасыңызды ерекше дәмді аспен қуантқыңыз келсе, осы видео сіздер үшін. Бұл бризоль тамағына ең қажетті заттар фарш пен жұмыртқа. Қалған заттарды описаниеде жазып кетемін. Алдымен фаршымызға пиязды майдалап турап саламыз. Тұзымызды, дәмдеуіштерімізді саламыз. Фаршымыз дайын болған соң, оларды домалақтап дайындап аламыз. Әр фаршымызды ас пленкасына салып, оны ішінен оқтаумен жаямыз. Әрбір бризольға бір жұмыртқа кетеді. Егер табаңыз кішкентай болса, жарты жұмыртқа да жетеді. Қазір сіздерге бризольді дайындаудың екі түрлі әдісін көрсететін боламын. Біріншісі, табамызды сәл май құйып қыздырып аламыз. Бір жұмыртқамызды құямыз. 1-2 минуттан соң ас пленкасына жайған фаршымызды үстіне саламыз. Табамыздың қақпағын жауып 4-5 минуттай осы күйінде пісіреміз. Сосын бризолімізді аударып, астыңғы жағын тағы да 4-5 минуттай пісіреміз. Табаның астын жай бас қойсаңыздар болады. Енді екінші әдісті көрсетейін. Бір жайпақ табаққа бір жұмыртқамызды құйып, соның үстіне жайылған фаршымызды саламыз. Содан соң барып, жайлап табамызға құямыз. Бұл көбіне кішірек табаларға арналған әдіс. Ал менің табам үлкен болғандықтан, маған бірінші әдіс ыңғайлы. Енді қалған бризольдарымды бірінші әдіспен пісіріп аламын. Жұмыртқамызды құйған соң 1 минуттай күтеміз. Содан соң барып, жайылған фаршымызды саламыз. Фаршымызды салған соң, міндетті түрде 4-5 минуттай қақпағын жауып пісіріңіздер. Содан соң астында 5 минуттай пісіріңіздер. Сол кезде фаршымыз жақсы піседі. Бризольдарымды пісіру барысында арасына салатын қиярымды және қызанағымды майдалап соломка қылып турап аламын. Одан кейін арасына жағу үшін майонезге тұз, сарымсақ салып араластырамын. Майонездің орнына қаймақ пайдалансаңыздар да болады. Бризолімізге алдымен майонезімізді жағып аламыз. Одан кейін қиярымызды, қызанағымызды салып, ары қарай ораймыз. Бризольдеріміз дайын болған соң, қасына күріш немесе картоп пюресімен берсек болады. Отбасыларыңызға осы тамақты пісіріп берсеңіздер, бәріне ұнайды деген сенімдемін. Видеомыз ұнаса, лайк қойып, подписка жасап кетсеңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.